Беліңіз ауырса, бірақ жаттығумен жазуға болады. Сіздермен бірге жан-жақты арнасы. Ал кеттік. Бұл бел ауруын жазатын ең оңай әрі ең тиімді жаттығу. Әлем жұртшылығының басым көпшілігі өмірінде бір рет болса да бел ауруымен бетпе-бет келеді. Ол ма? Мүгедектікке ұшыраудың негізгі себептерінің бірі де осы белдің бекем болмауы. Біз емес, ресми деректер солай дейді. Сіздің де беліңіз берекеңізді қашырады ма? Ендеше кеш болмай тұрғанда айығудың жолдарын жасаңыз. Мына факты білуші ме едіңіз? Бел ауруының алдын алатын әрі одан айықтыратын ең негізгі жаттығу жату екен. Кәдімгі ұзыннан түсіп шалқалай жату. Оңай ғой, солай ма? Ендеше жасаңыз. Тек беліңіздің астына білектің жуандығындай жұмсақ білікше матадан қойсаңыз болғаны. Екі аяқты барынша созып, өкшелерді сәл алшақ қойып, аяқ бастарын бір-біріне қарата қисайтсаңыз болды. Қолды да барынша жоғары қарай созып жатыңыз. Міне, күнделікті осы қалыпта біршама уақыт жатуды әдетке айналдырсаңыз, бел сүйектері сыздайтын әдетінен айығады. Бұл ең негізгі жаттығу дедік. Оған қосымша келесі жаттығулар да жасай жүріңіз. Пайдасы болмаса зиянын көрмейтініңіз анық. Бұл жаттығуды спорттық төсеніш үстінде жасаған әлде қайда әсерлі болады. Төсенішке 4 аяқпен еңбектеп тұрыңыз. Баспен арқаны, қолды тік, екі тізені қосып ұстаңыз. Ішке қарай дем тартып, басыңызды жоғары қаратыңыз. Қабатында арқаңызды төменге қарай иіңіз. Қайта дем шығарған уақытта басыңызды төменге қарай түсіріп, арқаны керісінше сыртқа қарай күжірейте доға жасаңыз. Жаттығу баяу ырғақпен жүзеге асуы тиіс. Дәл осылай 8 рет қайталай отырып 3 айналым жасалады. Дәл осы сияқты бел ауруына арналған тағы бір қосымша жаттығу жайында айта кетейік. Еденге тізерлеп отырыңыз. Екі тізенің арасын барынша алшақ қойыңыз, ал аяқ бастары бірге болуы қажет. Қолыңызды алға созып, арқаны тік ұстауға тырысып, жаймен кеудені еңкейтіңіз. Маңдайыңыз кілемшеге тигенше 10 секунд осы қалыпты ұстаған соң баяу қимылмен бастапқы қалыпқа қайта келіңіз. Осылайша 6 рет қайталасаңыз жеткілікті. Сіздермен бірге болған жан-жақты арнасы. Қош сау болыңыздар.